Әуезов ауданы 119 мектеп лицейдің математика пәні мұғалімі Айшниязова Дәметкен Тайбағаровна. Менің бағдарламы 11-ші сынып оқушыларына арналған математиканың таңдаулы сұрақтары. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл бағдарлама оқушылардың пәнге тұрақты қызығушылықты қалыптастыруды, олардың математикалық дағдыларын анықтауды, дамытуды және математикалық дайындықты қажет ететін мамандыққа бағдарлануын, сондай-ақ бірыңғай мемлекеттік емтиханға дайындықты көздейді. Бағдарламаның мақсаты бұл оқушының жалпы математикалық сауаттылығын арттыру, дамыту арқылы пәндік білімін тереңдету, пәнге деген қызығушылығын арттыру және математикалық теориялық білімдерін ықпал ету, шығармашылық дағдыларын қалыптастыру және бәсекеге жаңғырып шығып тұр ғой даусыңыз, Даусыңыз жаңғырып шығып тұр, қасыңыздағы біреу өшірсінші даусыңызды. Енді арғысын қояды. Бағдарламаның міндеті өшпей тұр дауыс. Математикалық есептерді шығару барысында оқушының қабілетін және тұлғалық қасиеттерін, оқушылардың есептер шығаруға алған білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге үйрету, күрделі есептерді шығару барысында әртүрлі әдістер мен ойлау қабілеттерін арттыру және оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру. Бағдарлама алдыңғы сыныптарда оқытылған математика және математикалық анализ бастамалары пәндері бойынша оқытылған негізгі тақырыптарды тереңдете оқыту арқылы және құрамында таңбасы бар қарапайым теңдеулерді, теңсіздіктерді және иррационалдық, тригонометриялық, логарифмдік, көрсеткіштік теңдеулерді, теңсіздіктерді шеше білу. Жоғарғы дәрежелі теңдеулерді шешуде Горнер схемасын қолдану. Бағдарлама аясында қарастырылған тақырыптарды тереңдете оқыту арқылы оқушылардың мемлекеттік аттестациялық емтиханға дайындық сапасын арттыру. Тұрақтылық мазмұндық бөлімі бұл алгебралық теңдеулерге 8 сағат, жоғарғы дәрежелі теңдеулерге 3 сағат, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерге 5 сағат, дәреже және түбір 8 сағат, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерге 8 сағат, алғашқы функция және анықталмаған интегралға 2 сағат арналып, барлығы 34 сағатқа бағдарланған. Қорытындылай келе, енді бағдарлама негізгі мектептегі бағдарлама мазмұнына және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Теориялық материалдар бұл шағын дәріс түрінде беріледі және осы теориялық материалдарды оқытып меңгергеннен кейін белсенді оқытуға арналған тапсырмалар және бекітуге арналған практикалық жұмыстар орындалады. Сабақтар оқушылардың жеке ерекшеліктерін, олардың қабылдау қарқыны мен материалды меңгеру деңгейін ескере отырып құрылған. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Мен өзім ауыстырып тұрамын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер?
Мен Батырбекова Жаңыл, физика пәнінің мұғалімі, номер 119 мектеп лицей. Менің биылғы таңдап алған бағдарламам тақырыбы 7-8 сыныптарда физика пәнінен эксперименттік есептерді шығару. Бұл тақырыпты таңдап алудағы мақсатым эксперименттік есептердің тиімділігін ескере отырып, оқушылардың терең білім алуды жалғастыруға және өз білімін практикалық және стандарт есептер шешкенде оңай қолдана алу дағдыларын қалыптастыру. Курстың міндеті физикалық есептерді шешуде алдымен есептің схемасын, графигін тұрғызуды қолдану арқылы математикаға оқытуда пәнаралық байланыс жүзеге асыруды қарастырады. Физикалық процесстер түсінуге және есеп шығаруын жеңілдетуге икемдік беретін есептердің суреттеріне, графиктеріне, сызбаларына, кестелеріне, физикалық тұрақтыларға назар аудару. Есеп шығаруда механикалық қозғалыс кезеңдерін, заңдар мен теориялар дұрыс қолдана білуге үйрету. Мысалы, бағдарламаны ашып қарайтын болсақ, мынау 7-ші сыныпқа арналған бағдарламаның 34 сағатқа берілген несі, курс бағдарламасы. Бұл жерде кез келген бір бөлімді алсақ, мысалы білеушелерді алатын болсақ, бұнда 4 тақырыптан тұрады. Дененің сызықтық өлшемдері бойынша оның көлемін есептеу дейді. Яғни берілген білеуше бойынша оның ұзындығын енін табу арқылы көлемін анықтауға болады. Биіктігін табу арқылы көлем табылғаннан кейін білеушенің қандай заттан құралғаны көрсетілген. Соны пайдаланып дененің массасын анықтауға болады. Дененің массасын анықтағаннан кейін оның қысымды анықтауға болады, қысымын, кейіннен күштерді анықтауға болады. Үстіп осы жаңағындай заттар арқылы, құралдар арқылы есептерді шығаруды балаларға үйретуге болады. 7-ші класқа 34 сағаттан және 8-ші сыныпқа 34 сағаттан тұрады. Барлығы жаңағындай барлығы 68 сағат. Мына қозғалысқа берілген, мысалы, тапсырмаларды былай нетіп алуға болады, таңдап алуға болады. Мысалы, мынандай график беріледі. Осы график арқылы дененің қозғалыстарын қалай анықталған қозғалыс графигін табуына, анықтауына болады. Қозғалыс графигі арқылы денені сипаттауға болады, қозғалысты, және олардың екі дененің қиылысу нүктесінде анықтауға болады. Міне мынау бағанаға айтып кеткен білеуше. Мынау мысалы 8-ші сыныптарға арналған тізбек, электр тізбегі. Осы электр тізбегі арқылы қалай жұмыс істеуге болады. Мысалы, амперметрдің көрсеткішін қалай табуға болады, бөлік құнын қалай табуға болады. Кедергі берілген болса, жаңағындай ом заңын қалай пайдалануға болады. Осының бәрі осы тапсырмада берілген. Енді күтілетін нәтиже қандай? Күтілетін нәтижеге келетін болсақ, бағдарлама негізінен оқушылардың зерттеушілік қабілеттері артады. Тәжірибелік зерттеулер жүргізу, оқушы өз бетімен ізденіп, қосымша ақпарат көздерінен мәліметтер табу, оларды жинақтау, мұғаліммен бірлесіп отырып, ғылыми зерттеушілік жұмыс жазу дағдылары дамиды. Тақырып бойынша тәжірибелік жұмыстар жасай отырып, оқушылардың сыни ойлау дағдысы қалыптасады. Әр іске төзімділікпен мұқият болуды үйренеді. Тақырып бойынша кітапханалардан мәлімет алып, энциклопедия кітаптарын оқуға дейін барады. Ал енді осы бағдарлама бойынша тапсырмалардың бәрі бар. Тапсырмаларды сіздер 7-8 сыныпқа арналған физикадан дидактикалық үлестірмелік материалдан тауып алуыңызға болады. 2005 шығарылған, ол сатылымда бар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Апай, Оразбекмін. Келесі кім, апай? Ғой, әлімде. Өзім ауыстырмағай. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Менің бағдарламам Олимпиада теңіз есептеріне бастама курсы деп аталады. Бұл бағдарламада көбінесе қарастырылатын мақсаты оқушының жалпы олимпиадалық теңестер арқылы пәндік білімін тереңдету.
пәнге деген қызығушылығын арттыру, математикалық теориялық білімдерін практикада тұрмыста қолдану біліктілігін дамытуға ықпал ету, шығармашылық ойлау қабілеттерін көз алдарына елестету дағдыларын қалыптастыру, білімді бәсекеге қабілетті функционалдық сауатты тұлғаны тәрбиелеу, математикалық олимпиадаға дайындалудың алғашқы қадамы болып саналады. Курстың өзектілігі олимпиадалық теңсіздер есептерін шығару арқылы түрлі мемлекеттік олимпиадаларға қатысу мүмкіндігін және стандартты емес әдістерді үйренеді. Сондықтан бұл курстың педагогикалық қажеттілігі оқушының математикаға қызығушылығын өзінің ізденісі арқылы қанағаттандыру және математиканы тереңдете оқыту мен практикада қолдану дағдысының қалыптасуы, практикалық мазмұнды есептерді шығару арқылы сыни тұрғыдан ойлауын жетілдіру, математикалық теориялық білімін практикамен байланыстыру, олимпиада мен мемлекеттік сынақтарға жүйелі дайындалу. Күтілетін нәтиже оқушылардың математикалық мәдениеті мен шығармашылық қабілеттерінің дамуы, танымдық деңгейлері көтеріледі. Алған білімдері мен біліктерін практикалық қызметтерінде және сынақтарда қолдана алады. Күрделі практикалық мазмұнды жаттығулардың мән мазмұнын түсіне отырып шеше алады. Аудандық, қалалық, республикалық, халықаралық олимпиада есептерін талдап үйренеді. Бұл есебімнің менің бұл бағдарламаны дайындау мақсатымда дайындау мақсатының себебі авторлық бағдарлама жазуым 5 жылдық тәжірибемде қаншама халықаралық оқушылардың шығу мақсатында жасалған бағдарлама. Оқушылардың осы олимпиада бағдарлама арқасында оқушылардың өзіне деген сенімділігі артады. Түрлі ғылымның жаңаруына байланысты, технологияның жаңаруына байланысты олимпиада теңсіздіктердің өте қабілетті тақырып болғанын мен кәміл сенемін. Мысалы, мына бір мысалға қарап кетсеңіздер, m квадрат қосылған n квадрат қосылған k квадрат үлкен емес тең mn қосылған nk қосылған mk деген түрлі ғылымның салаларында қолданылады. Бұның шешудің екі жолы бар. Екі түрлі, мына оңай жолы Коши теңсіздігімен дәлелденеді, немесе квадраттың өзінің негізгі әдісімен дәлелденеді. Сондықтан да авторлық бағдарламаны тыңдағандарыңызға көп рахмет. Болашақта дұрыс нәтижелер болады деген үміттемін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кезекте кім? Сәлеметсіздер ме? Математика пәнінің мұғалімі Байгазина Эльвира Асқарқызы. Менің тақырыбым интерактивті әдістер мен цифрлық технологиялар арқылы тригонометриялық функцияларды зерттеу. Бұл авторлық бағдарлама аптасына 1 сағат 9 сыныптарға арналған. Яғни бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың тригонометриялық функцияны терең түсінуге, оларды тәжірибеде қолдана білуіне мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада қазіргі әлемдік білім беру үрдісіндегі STEM технологиясын басты назарға аудара отырып, PISA, TIMSS-та кездесетін есептерді қолдана отырып тиімді пайдалануға болады. Бұл жерден біз бұл бағдарламаны қолдана отырып, оқушылардың өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізуге оқушылар машықтанатын болады. Және заманауи цифрлық құралдарды пайдалану дағдыларын жетілдіреді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде тұрақталу, нормативтік бөлім барлығы 34 сағатқа бөлініп көрсетілген. Бұл цифрлық технологияларды қолдану арқылы тригонометриялық функцияларды ең бірінші геогебра, Desmos цифрлық технологияларын қолдана отырып, оқушылар орындайтын болады. Енді алдыларыңызда осы геогебра бағдарламасы арқылы жасалынған тапсырмалар жинап көрсетілген 4 тригонометриялық функцияның графиктері оқушылар қолдана береді. Одан кейінгі зерттеу жұмыстары үлгілері көрсетілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі. Динара Пасова.
Қайырлы күн әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өзімнің авторлық бағдарламам тест тапсырмаларының методологиясы 10-11 сыныптарға арналған. Аптасына 34 сағат. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда білімді бағалау жүйесін жетілдіру, білім беру саласындағы маңызды бағыттардың бірі. Дәстүрлі бағалау әдістерімен қатар тест тапсырмаларын құрастыру мен қолданудың тиімділігін арттыру, оқушылардың білім деңгейін объективті бағалауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама ғылыми әдістемелік деңгейі. Бағдарлама тест тапсырмаларын құрастырудың теориялық және әдістемелік негіздеріне сүйене отырып, оларды ағылшын тілі пәнінде тиімді қолдану жолдарын ұсынады. Қазіргі білім беру стандарттарына, Bloom таксономиясына, PISA, TOEFL, IELTS сияқты халықаралық тесттерге негізделген бағалау жүйелерін талдайды. Сонымен қатар формативті және суммативті бағалаудың айырмашылықтарын, олардың педагогикалық құндылықтарын зерттейді. Жаңашылдығы, бағдарлама тест тапсырмаларының құрастыру әдістеріне жаңаша көзқарас ұсынып, оларды дәстүрлі және цифрлық форматта қолдану мүмкіндіктерін қарастырады. Жаңашылдығы төмендегідей аспектілерден көрінеді. Тест құрастыруда когнитивтік деңгейлерді ескеру, білім алушылардың тілдік дағдыларын кешенді бағалауға мүмкіндік беретін тест тапсырмаларының жаңа формаларын енгізу, қазіргі заманауи платформалар мен жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы бағалау жүйесін жетілдіру және оқушының критериалды бағалау жүйесін қалыптастыруға көмектесетін тапсырмаларды әзірлеу. Бағдарламаның мақсаты бұл бағдарлама тест тапсырмаларын құрастырудың ғылыми әдістемелік негіздерін меңгеруге, олардың сапасын арттыруға және бағалау критерийлерін жүйелі қолдануға бағытталған. Бағдарлама мұғалімдерге тест сұрақтарын құру, саралау және нәтижелерін талдау дағдыларын дамытуды көздейді. Күтілетін нәтижелер және оларды тексеру тәсілдері. Мұғалімдер үшін күтілетін нәтижелер. Тестілеу методологиясын терең түсіну және оны оқыту үдерісінде тиімді қолдана алу. Оқу мақсаттарына сәйкес келетін сапалы тест тапсырмаларын құрастыра алу. Оқушылар үшін күтілетін нәтижелер. Әртүрлі тест форматына бейімделіп, тапсырмаларды сәтті орындай алу, функционалдық сауаттылық артады, яғни алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдана алады. Ал нәтижелерді тексеру тәсілдері олар мұғалімдер үшін тест құрастыру бойынша тәжірибелік тапсырмалар, тренингтер, кері байланыс алу. Оқушылар үшін тест нәтижелерін салыстыру, диагностикалық және қорытынды тестілеу жүргізу. Қорытындылай кететін болсам, тест тапсырмаларының методологиясы бағдарламасы теория мен практиканы теңдей қамтитын жүйелі, құрылымдық және ғылыми негізделген оқу құралы болып табылады. Бағдарлама тестілеу әдістерін жетілдіруге, мұғалімдерге сапалы тест тапсырмаларын құрастыруға көмектеседі. Ол білім сапасын бағалаудың сенімділігі мен объективтілігін арттыруға бағытталған. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Саламатсыздар әріптестер. Бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы физикалық есептерді шешу әдістері 9-шы сынып оқушыларына арналған. Бұл бағдарлама оқушыларға физикалық есептерді шығару дағдыларын дамытуға бағытталған. Ол теориялық білімдерін тереңдетуге және практикалық дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың физикалық ойлау қабілетін дамыту, сонымен қатар қиын есептердің шешу дағдыларын қалыптастыру және физика пәніне қызығушылығын арттыру, ойлау қабілеті, логикалық және аналитикалық ойлауды дамыту, шешу дағдылары, әртүрлі әдістерді қолдану, қызығушылығы, пәнге деген сүйіспеншіліктерін ояту. Бағдарламаның міндеттері:
есеп шартын әрбір тақырыптар есептің барлық түрлерінің, оның ішінде сапалық, графиктік есептерге арналған тапсырмаларды талдау дағдысын қалыптастыру. Есеп шығарудың бастамасы бұрын физикалық құбылыстарды сипаттай білуге үйрету, математиканы дұрыс қолдану, есептердің дұрыс шығаруларын, КБЖ жүйесін келтіруіне ерекше назар аудару. Оқушылардың теорияны берік меңгерудің маңыздылығын түсіндіріп, есеп шығарудың дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың теорияны берік меңгерудің маңыздылығын түсіндіріп, есеп шығарудың дағдыларын қалыптастыру. Теориялық материалдарды толық меңгеріп, есеп шығаруда қолдану. Оқушылардың есептерді шешуде жалпы алгоритмді меңгерту, күрделі есептерді шешу әдістерін меңгерту. Бағдарламаның құрылымы жетіге бөлінеді. Түсінік хат, тұрақтылық мазмұндық бөлімі, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқалармен бірге қолданылатын әдебиеттердің тізімі және қосымшалар. Авторлық бағдарламаның мазмұны әрбір тарау бойынша бөлінген, әрбір тарауға сағаттар бөлінген. Мысалы, кинематикаға 5 сағат, сол сияқты. Күтілетін нәтиже физика пәні бойынша алған білімдерін тереңдетеді, теориялық материалдар толық меңгеріп, есеп шығаруда қолданады. Физикада есеп шығару барысында шығармашылық ойлау қабілеттерін дамиды, күрделі есептерді шешу әдістерін меңгереді, орындалған жұмысқа қорытынды жасай біледі. Сонымен қатар, осы бағдарламаның аяғында оқушылар мен мұғалімдерге арналған әдебиеттердің тізімі берілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы The Use of Catchphrases in Teaching English. Яғни 5-ші сыныптарға арналған элективті курс, яғни бағдарлама. Сіздермен болған ағылшын тілі пәні мұғалімі Бейбіт Оранцай Амантайқызы. Бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың ағылшын тіліндегі кеңінен қолданылатын сөз тіркестері мен олардың мәдени маңызын терең меңгеруін қамтамасыз ету, шетел тіліндегі материалдарды тиімді өңдеу және түсіну дағдыларын қалыптастыру. Ал бағдарламаның міндеттері оқушылардың ағылшын тіліндегі сөздік қорын байыту мақсатында жиі қолданылатын тұрақты сөз тіркестерін меңгеруге ынталандыру. Сондай-ақ ағылшын тіліндегі сөз тіркестерінің мағынасы, қолдану ерекшеліктері мен стильдік функцияларын түсіндіру арқылы оларды сөйлеу және жазба жұмыстарына тиімді қолдануды қамтамасыз ету. Тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу дағдыларын дамыту мақсатында сөз тіркестерін әртүрлі коммуникация контекстінде қолдануды үйрету. Сондай-ақ интернет, мультимедиялық ресурстар және цифрлық құралдарды пайдалану арқылы ағылшын тіліндегі сөз тіркестеріне негізделген шығармашылық жобаларды әзірлеуге үйрету. Оқушылардың аналитикалық ойлау қабілетін арттырып, тілдік бірліктердің мәдени және контекстуалды ерекшеліктерін зерттеуге ынталандыру. Сондай-ақ бұл бағдарламаның өзектілігі бүгінгі цифрлық дәуірде ағылшын тілін меңгеру тек грамматикалық ережелер мен сөздік қорды білу деңгейінен аспайды. Тілдік ортаны толық түсініп, еркін қарым-қатынас жасау үшін сөз тіркестері мен идиомалар айрықша маңызға ие. Цифрлық сауаттылық пен IT дағдылары білім беру жүйесінде негізгі құзыреттердің қатарына енеді. Бұл оқушылардың көптілділікке икемделуіне және заманауи технологияларды тиімді қолдануға әсер етеді. Бұл бағдарламаның талаптарына айта кетейік. Ғылымилығы бойынша оқушылар сөз тіркестерінің мәдени және контекстуалды ерекшеліктерін зерттеп, ғылыми мақалалармен жұмыс істеу және зерттеу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөледі. Бағыттылығы бойынша курс оқушылардың коммуникация, зерттеу негізінде және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бұл бағдарламаның жаңашылдығы, бағдарлама оқушыларға эссе жазу процесін заманауи цифрлық құралдар арқылы меңгеруге жағдай жасайды.
Ал бұл бағдарламаның ерекшелігін айтатын болсақ, ағылшын тілін меңгеруді ақпараттық технологиялармен үйлестіру арқылы жүзеге асады. Бағдарлама барысында оқушылар ағылшын тіліндегі кеңінен қолданылатын сөз тіркестері мағынасын және қолдану ерекшеліктерін терең зерттейді. Осы авторлық бағдарламадан оқушылардың күтілетін нәтижелері қандай? Олар оқушылар ағылшын тіліндегі сөз тіркестерін қолдана отырып, өз ойын дәлелді әрі жүйелі түрде жеткізе алады. Екіншіден, зерттеуге негізделген жобалар дайындау арқылы ғылыми мәтіндермен еркін жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Және де IT құралдарын пайдалану арқылы цифрлық ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау қабілеттері дамиды. Және де бағдарлама оқушылардың ағылшын тілін заманауи коммуникация құралдары аясында тиімді меңгереді. Және де халықаралық ақпараттық кеңістікке белсенді әрекет етуіне негіз болады. Бұл авторлық бағдарламаның құрылымына, мазмұндық бөлімін айтатын болсақ, 5-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Қандай? Бірінші бөлім сөз тіркестері және олардың негіздері, бұл жерде 8 сағат берілген. Екінші бөлім сөз тіркестерінің қолдану салалары мен функциялары, бұл бөлімге 10 сағат берілген. Үшінші бөлім сөз тіркестерін оқыту дағдыларын жетілдіру, бұл бөлімге 8 сағат берілген. Және 4-ші бөлім жобалық жұмыс және зерттеу негізіндегі сөз тіркестерін қолдану, бұл бөлімге 8 сағат берілген екен. Мына жерге қарап отырсаңыздар, курсқа арналған оқушылардың дәптерлері сіздерге үлгі ретінде көрсетілген. Сондай-ақ бағалау критериясын айтатын болсақ, бұл жерде тек қана авторлық бағдарлама ғана емес, оқушылардың деңгейін де білім жүйесінде бағалай аламыз екен. Әр деңгей бойынша талаптары берілген. Сіздермен элективті курс бағытында жасалған жұмыстар кезіндегі сабақтар көрінісі. Сіздермен болған ағылшын тілі пәні мұғалімі. Көп рахмет назарларыңызға. Келесі бізде Сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Айдаркулова Ақбота Асқарбековна, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Тақырыбым The Essay and Its Types 5-ші сыныптарына арналған элективті курсы. Келесі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың Informational Technology және ағылшын тілі бойынша білімін тереңдету, шетел тіліндегі материалдарды тиімді өңдеу дағдыларын қалыптастыру, эссенің құрылымын меңгеру және оның әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу арқылы өз ойын дәлелді және жүйелі түрде жеткізуге үйрету, түсінік, талдау және критериалдық ойлау дағдыларын жетілдіру, ақпаратты тиімді өңдеу мен қолдану арқылы болашақ мамандықтарға қажетті базаны қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері: бірінші, эссе жазу барысында қолданылатын арнайы терминология мен сөз тіркестерін игеру арқылы оқушылардың ағылшын тіліндегі сөздік қорын кеңейту. Екінші, оқушылардың түрлі эссе жанрларымен таныстырып, үлгідегі оқып, түсіну, талдау дағдыларын қалыптастыру. Үшінші, оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу дағдыларын эссе тақырыбына байланысты ақпараттық технологиялар контекстінде жетілдіру. Төртінші, интернет-компьютерлік бағдарламалар және мультимедиалық ресурстарды пайдалана отырып, эссе және оның түрлері бойынша креативтік жобалар жасауға дағдыландыру. Бесінші, эссе жазу процесі барысында аналитикалық тұрғыдан ойлауға, өз бетімен зерттеу жүргізуге және шығармашылық көзқарасты дамытуға ынталандыру. Келесі, бағдарламаның өзектілігі. The Essay and Its Types элективті курсы заманауи талаптарға сәйкес оқушыларға эссе жазу арқылы ғылыми, кәсіби және шығармашылық дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ақпаратты құралдарды пайдалану арқылы өз бетімен ізденіс пен зерттеу жүргізуге жағдай жасайды. Бұл оқушыларды көп тілділікке және заманауи технологияларды
тиімді қолдануға баулиды. Жаңашылдығына тоқтала кетсек, бағдарлама барысында оқушыларға эссе жазу процесін заманауи цифрлық құралдар арқылы меңгеруге мүмкіндік береді. Ерекшелігі: The Essay and Its Types элективті курсы ағылшын тілін және ақпараттық технологияларды интеграциялау негізінде оқытылады. Ғылымилығы: бағдарламада ағылшын тіліндегі technical terminology, IT мәтіндері, цифрлық құралдар, инновациялық шешімдер қарастырылған. Келесі. Күтілетін нәтиже: ғылыми ақпараттық практикалық мәтіндермен жұмыс істей отырып, зерттеу әдістерін меңгеріп, өз ойын дәлелді және жүйелі түрде жеткізіп, жауапкершілігін қалыптастырады. Жобалық жұмыстар мен өзара бағалау арқылы өз идеяларын ұтымды түрде қорғау және презентация жасау қабілетін дамытады. Оқушылар эссе жанрларын, негізі тұжырымдарын, оның құрылымын мен әртүрлі түрлерін меңгереді. Практикалық тапсырмалар арқылы эссе жазу, пікір қалыптастыру, сын тұрғысынан ойлау, сондай-ақ оқыту, жазу, тыңдау, сөйлеу дағдыларын дамытады екен бұл. Енді элективті курстың жалпы бөлімдеріне тоқталатын болсақ, 5-ші сыныпқа арналған, аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағатты құрайды. Бағдарлама 4 бөлімнен құралған. Бірінші бөлім эссе және жазудың негіздері 8 сағат, екінші бөлім эссе түрлері және құрылымдары 10 сағат, үшінші бөлім эссе жазу дағдыларын жетілдіру 8 сағат, төртінші бөлім жобалық жұмыс және зерттеу негізіндегі эссе жазу 8 сағаттан құралған. Келесі, бұл жерде бағалау критерийі жүргізіліп отыр. Қанағаттанарлық, жақсы, өте жақсы деп бағаланады екен. Мынау көріп отырғаныңыздай, балалардың жұмыстары, яғни бағаланып отыр сабақ барысында. Жалпы сіздермен болған Ақбота Асқарбекқызы, рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. 119 мектеп лицейдің қалалық семинарына қатысқандарыңызға сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Осымен трансляциямыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар. Спасибо, завершающий комментарий.